Тамас бұрын жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Әңгіме біраз уақыттан бері асқазанының тұрақты ауыратын ауруымен күресіп келе жатқан кішкентай бала Шимнен басталады. Бұл таңертең және сағат тілі сабақтың басталуына жақындаған сайын Шим өзінің әдеттегі ісімен айналысуға тырысады. Ол дайындалып, таңғы ас ішу үшін үстелге отырады, бірақ асқазаны қатты ауырғаны сонша, ол тамақтың бір бөлігін жұта алмайды. Анасы оған үрейлі көзқараспен қарап, бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, бұл жай ғана уақытша ауру деп үміттеніп, оған ауырсынуды басатын дәрі береді. Алайда, жаттығу кезінде азап кек қайтарады. Пим партада отырады, асқазанын ұстап, ыңғайсыздықтан беті бозарып кетті. Кенет ол енді өзін ұстай алмайтынын түсінді. Ол жуынатын бөлмеге жүгірді. Ол жеңілдеп бара жатқанда жүрегі қорқыныштан қысылып қалады. Ол төмен қарап, қанды көргенде шошып кетеді. Маңайдағы ұлдар оның қиналғанын байқап, оны аяусыз мазақтай бастайды. Сенің етеккірің қыз сияқты келеді. Олар сені мазақ етеді. Қатты ұялып, абдырап қалған Шим оқиға орнынан қашып кетеді. Үйге келгенде ол шарасыздықтан денесіне не болып жатқаны туралы қандайда бір түсініктеме алу үшін интернетке жүгінеді, бірақ жауап таба алмайды. Тек одан да көп ауырсыну. Сол күні кешке дастархан басында ауыр атмосфера орнады. Шимнің әкесі онымен оқуы туралы сөйлесуге тырысады, бірақ ауырсыну қайтадан басталады. Бір ауыз сөз айтпастан Шим жуынатын бөлмеге қашып кетеді. Абыржыған ата-ана оның соңынан еріп, қанды көргенде жүректері тоқтап қалады. Олар бір секундты да босқа өткізбейді. Олар оны ауруханаға апарады. Алғашқы тексеруден кейін дәрігерлер дәрі-дәрмектің қандай да бір түрін тағайындайды, бірақ жұмбақ шешілмей қалады. Бір ай өтті, бірақ қорқынышты түс енді ғана басталып жатыр. Мектептегі қорлау барған сайын күшейе түсуде. Тіпті оның достары да оған бұрылып, балағат сөздер айтып, оның бағытына сыбырлады. Бұл кез келген физикалық ауырсынудан да ауыр тиеді. Дене шынықтыру сабағында оқушылар жарыс алдында жаттығады. Эфеме айтарлықтай әлсіреп, денесі дірілдеп тұр. Ол мұғалімінен үзіліс жасауын өтінеді, бірақ оның өтініші қабылданбайды. Оқушылар жол бойында сап түзеді. Ысқырық естіледі. Барлығы жүгіруге асығады, бірақ Шим оның әлемі қараңғылыққа батып бара жатқанда бірнеше қадам жасай алмайды. Ол есінен танып қалған жолға құлап түседі. Оның дене шынықтыру пәнінің мұғалімі оны асығыс дәретханаға апарады, бірақ мектеп медбикесі мен мұғалімі оны көргенде олар шошып кетеді. Шимнің шалбары қанға малынған. Абыржу жай ғана сезіледі. Бала мұндай жағдайды қалай сезінуі мүмкін? Дереу ата-анасына қоңырау шалып, жағдайдың ауырлығын түсінген соң, оны қаладағы беделді ауруханаға апарды. Сол жерде олар доктор Лимен кездесті. Бірқатар талдаулар мен есептерді мұқият талдағаннан кейін, доктор Ли ата-анасын жағдайды өзгертетін әңгіме үстеліне отырғызды. Олардың өмірі мәңгілік. Дәрігер Шимнің денесінде ерекше бір нәрсе бар екенін түсіндіреді. Ол осымен дүниеге келген. Бұл шынымен де ауру емес. Әдетте ұлдарда тестостерон, ал қыздарда эстроген түзіледі. Бірақ Шимнің денесінде екеуі де бар. Ол өсіп келе жатқанда, оның денесі гормондардың екі жиынтығына бір уақытта жауап береді. Ұлын осы физикалық және әлеуметтік азаптан құтқарғысы келген ата-анасы оның лекарства табуды сұрайды. Доктор Ли қорқынышты таңдау жасайды. Олар қай гормонның басым екенін анықтау үшін қосымша сынақтар жүргізуі керек. Егер тестостерон деңгейі жоғары болса, олар эстроген деңгейін басуы мүмкін және ол ер адам үшін қалыпты өмір сүреді. Алайда, егер әйел гормоны эстроген басым болса, олар тестостеронды жойып, оның интимдік бөліктеріне жынысты ауыстыру операциясын жасауы керек. Егер біз оны дұрыс және тез емдемесек, бұл гормондар бір-біріне қайшы келеді және оның ішкі функцияларын бұзады, деп ескертеді доктор Ли. Бұл қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Бұл өлімге әкелуі мүмкін. Шимнің ата-анасы үшін бұл жаңалық бомба жарылысы сияқты болды. Олардың жүздеріне шок жазылған. Үйге қайтып келе жатқанда, абдырап қалған Шим оған не болғанын сұрайды. Олар оған шындықты айтуға мәжбүрлей алмайды. Сондықтан олар өтірік айтады. Бұл кішкентай ғана инфекция, дейді олар ақырын. Уайымдама, бәрі жақын арада шешіледі. Одан әрі тестілеуден кейін нәтиже қорқынышты болады. Эфеме жүйесінде эстроген басым болады. Оның өмірін сақтап қалу үшін операцияны дереу жасау керек. Оның ата-анасы қайғы мен абыржудың құйынына оранған. Бірақ ұлынан айырылу мүмкіндігіне тап болған олар операцияға келіседі. Өкінішке орай, Шимді қараңғыда ұстайды. Ол өзінің жеке басының мәні мәңгілікке өзгеретінін білмейді. Операция алдында оған доктор Лидің досы келіп, істі соңына дейін жеткізбеуін өтінеді. Бірақ доктор Ли табанды. Ол тоқтаудан бас тартады. Бұл жұмбақ ескертудің себебі әзірге жасырын күйінде қалып отыр. Бұл құпияны сіз осы сапардың соңында ғана ашасыз. Бұл қалада бұрын соңды мұндай операция жасалмағандықтан, бұқаралық ақпарат құралдары ауруханаға лашындар сияқты ағылып келеді. Олар тіпті кішкентай баланың денесін таң қалдыратын фотосуреттер түсіруге дейін барады. Шим жастығына қарамастан камералардың ауырлығын сезінеді. Ол қорқады, ұялады және қорқыныштан мүлдем жалғыз. Операция аяқталып, анестезия аяқталғанда Шим баяу қалпына келеді. Ол денесіне қарап, ойға келмейтін нәрсені түсінеді. Оның денесі қыздың денесіне айналды. Ол өзіне не істелгенін жақсы біледі. Ол сол жерде жатып, сөйлей алмай жатыр. Ал аурухана бөлмесінің тыныштығы оның бір кездері білетін өмірінің жойылуымен үндеседі. Шындықтың ауыр салмағы оған қысым жасай бастайды. Шим стерилді аурухана төсегінде жатқанда, оның көз жасы ағып,
тыныш, ащы және тоқтаусыз жылай бастайды. Оның өзгеруін аяқтау үшін доктор Ли оған гормоналды препараттар курсын тағайындайды. Бұл таблеткалар бірнеше апта ішінде оның денесінде қосымша әйелдік қасиеттерді, соның ішінде шаш өсуін, кеудесін дамытатынын түсіндіреді. Ол бір кездері болған бала жүйелі түрде жадынан өшіріледі. Көрініс өзгеріп жатыр және біз бірнеше айдың өткенін көріп отырмыз. Бұл өзгеріс таң қалдырады. Шимнің шашы өсіп, қазір иығына түсіп, әйелдер киімін киіп алған. Оның жарақатын жеңуге тырысқан ата-анасы оған қызындай қарайды. Тіпті оның мінезі де өзгерді. Шима енді жоқ. Оның орнында Сьюзан есімді қыз тұр. Бүгін Сьюзанның туған күні. Әкесі бөлмеге кіріп, күлімсіреп, оған қуыршақ сыйлығын береді. Бұл мейірімді қимыл болса керек. Бірақ Сьюзанға бұл қорлау сияқты көрінеді. Дене бітімі өзгергенімен, жүрегі мен санасы бұрынғы баласындай болып қалды. Ол әлі күнге дейін қоғам қыздарға ұнауы керек деп санайтын нәрселерді жек көреді. Ашуланған ашу, ыза мен жеке басының дағдарысы кезінде ол өз өмірінің көрінісі болып табылатын пластиктің еріп жатқанын көріп, қуыршақты өртеп жібереді. Ол жақпаған отқа оранды. Оның өткені туралы ешкім білмейтін жаңа өмір іздеп, Сьюзанның ата-анасы оны басқа қаладағы жаңа мектепке ауыстырады. Бірінші күні оған Дия есімді мейірімді қыздың қасында орын беріледі. Қыздар теңізімен қоршалған, Сьюзан өзін оқшауланған және өте ыңғайсыз аралда жүргендей сезінеді. Кенет, сыныптың ортасында ол өзіне таныс, қорқынышты жылулықты сезінді. Оның етеккірі келе жатқанын түсінгенде, ол дүрбелеңге түсті. Инстинктивті әдетке бой алдырып, ол өзін ұлдардың жуынатын бөлмесіне тастады. Жарты жолда оны жан түршігерлік шындық басып озды. Ол тоңып, бағытын өзгертіп, қыздардың жуынатын бөлмесіне сүңгіп кетті де, өзін жасырғысы келді. Оның пальтосымен ол сыныпқа қайтып келгенде, Дианың Сьюзанның нәжісіндегі қанды сабырмен сүртіп жатқанын көрді. Бұл таза, қажетсіз мейірімділік әрекеті. Бұл жұмсақ қимылға әсер еткен Сьюзан Дианың дәптерді неге өзімен бірге алып кетпегенін сұрағанын бақылайды. Сьюзан бұл оның бірінші рет екенін сыбырлап, оны бұлғап тұр. Сол күні түстен кейін екеуі санитарлық майлықтарды алу үшін дүкенге барады. Сол күннен бастап олардың байланысы нығая бастайды. Олар бірге дүкен аралап, күліп, бір-бірінің ортасында жұбаныш табады. Сьюзан алғаш рет өзін осы әлемнің бір бөлігі ретінде сезінеді. Бір күні түстен кейін Сьюзан үстелінің ішіне жасырылған сыйлықтар мен махаббат хатын тауып алады. Олар мектептегі оның үлкен істеріне де қызығушылық танытпайды. Оның орнына кешке үйге келгенде ол Дианың суреттерін қарап жатқанын көреді. Ол Дианы үйіне шақырады, ал Дия қуана келіседі. Алдағы сапарға қуанышты болған Сьюзан анасынан мерекелік дастархан әзірлеуді сұрайды. Оның анасы тамақ әзірлеп жатқанда, кездейсоқ, сіз тамақ дайындауды үйренуіңіз керек. Әйтпесе үйленгеннен кейін адамдар мені мазақ етеді, деп ескертеді. Бұл жеңіл әзіл ретінде ойластырылған, бірақ Сьюзан үшін бұл қанжардың соққысы сияқты. Қоғам оған әйел ретінде, оның ішінде әлі де өмір сүріп жатқан баламен қатыгез қақтығысқа түсетін болашақты еске салады. Келесі күні Джин есімді қыз танымал баланың махаббат хатын іздеп, Сьюзанның сөмкесін ақтарып жатқан жерінен ұсталды. Ол хатты таппады, бірақ Сьюзанның гормоналды препаратын тапты. Оны сұлулық қоспалары немесе жарқыраған терге арналған таблеткалар деп қателескеннен кейін Джин оны суретке түсірді. Дия оны ұстап алып, сөмкесін жалғыз қалдыруын айтты. Ал Джин асығыс қашып кетті. Мектептен кейін Сьюзан Дьюді үйіне алып келді. Бөлмедегі компьютерді көрген Дия толқып, бейне ойындар ойнауға рұқсат сұрады. Сьюзанның жүзі жарқырап тұрды. Бұл оның шынымен жақсы көретін хоббиі. Бірақ компьютер жүктелген кезде Дияның жүзі өзгереді. Тұсқағазда Шимнің суреті бейнеленген. Сьюзаннан бұл баланың кім екенін сұрағанда, ол тамағында түйіршік пайда болғанын сезеді. Бұл менің ағам Шим. Ол өтірік айтады. Ол бірнеше ай бұрын қайтыс болды. Құрбысының кесірінен жүрегі ауырған Дия Сьюзанды жылы, тыныштандыратын құшағын алады. Бұл құшақтардың жұмсақтығы Сьюзанның жүрегін елжіретеді. Сол күні кешке суреттен ем іздеген жан Дияға бұл таблеткалардың депрессияға қарсы екенін айтады. Дия бірден фактілерді сәйкестендіреді. Бұл Сьюзанның ағасының қайтыс болуына байланысты қайғыдан дәрі қабылдағанын көрсетеді. Ол Сьюзанға ерекше қамқорлық көрсетуге ант береді. Оны осы ойдан шығарылған қараңғылықтан шығаруға бел буады. Келесі күні Дия Сьюзанға бүгін оның туған күні екенін және күні бойы өзінің ерекше досымен бірге болғысы келетінін айтады. Олар мектепті тастап, күнін көңілді және күлкі дауылында өткізеді. Алайда, ер адам көшеде Сьюзанды қорламақ болғанда, бұл күн бұлыңғыр болады. Дия қатыгез және қамқор. Ол үшін араша түсіп, ер адамға ешқашан ұмытпайтын сабақ береді. Күн батып бара жатқанда, Сьюзан Дияға туған күніне сыйлық сыйлайды. Дия қатты қуанады, бірақ кейінірек анасына сыйлықты көрсеткенде, ол салқын және қатал әрекет етеді. Дияның анасы сыйлықты жек көріп қана қоймай, Сьюзанды да қатыгездікпен қорлайды. Келесі күні көзіне жас алған Дия анасының қылығы үшін Сьюзаннан кешірім сұрайды. Ол осы ашлықтың астарындағы қайғылы оқиғаны ашады. Менің анам әрқашан ондай болған емес, деп түсіндіреді Дия. Мен кішкентай кезімде ата-анам жан түршігерлік ажырасуды бастан өткерді. Содан бері ол терең,
мұңды депрессияның құрсауында қалды. Өткен өмірінің азабымен күресу үшін Дианың анасы нашақорлықпен айналыса бастады. Бұл оны бәріне ренжітетін, ашулы, суық әйелге айналдырды. Бұл терең жеке мойындауды естіген Сьюзан жүрегінде терең өзгерісті сезінді. Ол Дианы қалай бағаласа, Диа да оған дәл сондай адалдықпен қарайтынын түсінді. Өзінің құпиясының ауыртпалығымен ауырған Сьюзан енді жасыра алмаймын деп шешті. Дірілдеген дауыспен және қатты соғып тұрған жүрегімен ол Диаға өзінің өткені мен денесі туралы бар шындықты айтады. Бір сәт ауада қатты тыныштық орнады. Сьюзан бұл аян олардың достығын тоқтататынына сенімді болып, өзін біріктіреді. Бірақ Дианың көзі жанашырлықтан жұмсарғаны сонша, ол барлық түсініктен асып түседі. Сен менің ең жақын досымсың, дейді Дианық. Ал ең жақсы достар бір-бірін ешқашан тастамайды. Ол Сьюзанды қатты құшақтайды. Бұл құшағында Сьюзан өзін кішкентай кезінен бері сезінбегендей қауіпсіз сезінеді. Бұл байланыс оның басынан өткерген ең құнды нәрсе. Келесі күні мектепте оқушыларға тазалық жұмыстары тағайындалады. Сьюзанға әлі де ғашық болған танымал бала көмекке келеді. Бұл көрініс Жанның қызғанышын тудырады. Өйткені оның оған деген сезімі бұрыннан бар. Сьюзан мейірімді болуға және Джинге тазалауға көмектесуге тырысқанда, Джин оны барлығының көзінше қорлайтын сөздермен қорлайды. Диа досына жасалған қатыгездікті бақылай алмай, Джинді жеке қарсыласу үшін шетке шығарады. Оған бұлай қарауды доғар, деп ескертеді Диа. Бұл оның кінәсі емес, бірақ ашудан соқыр болған Джин Сьюзанға одан да улы балағат сөздер айта бастайды. Джинді түсінуге және оған жанашырлық танытуға тырысқан шарасыздықтан Диа бақылауды жоғалтып, Сьюзанға басты құпияны ашады. Аң-таң болған Жанның жүзі бозарып кетті. Мені кешір, деп сыбырлайды ол. Мен білмедім, мен мұны істемеуім керек еді. Бірақ мектеп дәлізіндегі құпиялардың қанаттары бар. Келесі күні таңертең атмосфера улы болды. Сьюзан өтіп бара жатқан әрбір оқушы оған обсессивті, жыртқыш қызығушылықпен қарайды. Диа көзіне жас алып, кешірім сұрап, оны жіберіп алған өзі екенін мойындап, оған қарай жүгіреді. Сьюзанның аяғының астынан жер шығып бара жатқандай сезімі бар. Кенеттен Джин сыныпқа кіреді, ал оның өкініші қатыгез, бұрмаланған сүйкімділікке жол береді. Осындай әдемі жүздің артында Жан қатты дауыстап, ол жерде құбыжық жасырынып жатыр, деп мазақ етеді. Неге бізге бұл жүзді көрсетпейсің? Жағдай нағыз қорқынышты түске айналады. Сьюзан жуынатын бөлмеге жүгіріп барады, бірақ оның артынан көптеген қыздар келеді. Олар оны тұзаққа түсіреді, мазақ етеді және азаптайды. Олардың зиянды қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін киімдерін физикалық түрде жұлып алуға тырысады. Диа оны бұзып, сүйреп апарып, оны одан әрі шабуылдан құтқарады. Бірақ залал қазірдің өзінде жасалды. Онсыз да нәзік және депрессиямен күресіп жүрген Сьюзан қатты күйзеліске ұшырады. Ол бәрінен де көп сенетін адам. Дәл осы себепті ол барлығының көзінше адамгершіліктен айырылды. Сьюзан өз бөлмесіне қамалып, сол адамның қабығына айналды. Қызының жағдайының нашарлап бара жатқанын көрген анасы доктор Лиге хабарласты. Сьюзанның операциясынан кейін доктор Ли ұлдың қызға айналуының керемет және сәтті болуымен танымал болған әлемге әйгілі тұлғаға айналды. Ол оларды Америкаға мамандандырылған тексеруге шақырады. Алған жарақатынан Сьюзан мектепті тастап, қаладан кетуге дайындалып жатыр. Диа өзін кінәлі сезініп, жүрегі сыздап, сөйлесуге мүмкіндік беруін өтініп, хабарламадан кейін хабарлама жібереді. Реніш пен сатқындықтың әсерінен Сьюзан оған тосқауыл қояды. Бұл оның бұрынғы өмірімен байланыстыратын соңғы жіп. Жаңа мекеменің тыныш дәліздерінде сынақтар жүргізілуде. Нәтижелер алаңдатады. Сьюзанның эстроген деңгейі астрономиялық тұрғыдан жоғары, нормадан әлде қайда жоғары. Сұрақтарға жауап бере отырып, Сьюзан депрессияға қарсы дәрі-дәрмектерді ғана қабылдайтынын айтады. Дәл осы кезде оның анасы қорқынышты жаңалық ашады. Сьюзанды шынымен қыз сияқты сезіну және оның жаңа денесін қарсылықсыз қабылдау үшін анасы жасырын түрде депрессиялық таблеткаларды эстрогенді жоғарылататын күшті гормондармен алмастырды. Бұл мүлдем сатқындық. Сьюзан өзін жақсы көретіндердің бәрі жіптерін тартып алатын қуыршақ сияқты сезінеді. Сол түні ол қызба ұйқыға кетті. Аянда ол бір кездері болған Шимді көреді. Ол Шимадан айырылған күннен бастап оның жай ғана өзгермегенін, оның жадынан өшірілгенін білгенде қатты қорқады. Оның өмірі әдемі қызғылт тозаққа түскендей. Ол жабайы айқаймен оянып, ата-анасын оған қарай асығады. Олар оны құшақтамақ болғанда, ол оларды итеріп жібереді. Көздері ауырып, есінен танып қалады. Неге? Ол жылап жатыр және оның бірнеше ай бойы көтерген сұрағы ақыры шықты. Неге менен сұрамай операция жасадың? Неге менің сезіміме ешқашан мән бермедің? Деді әкесі толқудан дауысы дірілдеп. Өзін кінәлі сезініп, жауап ретінде айқайлады. Бұл өмір мен өлім мәселесі еді. Сізде қатерлі ісік ауруы болар еді. Сен өлетін едің. Бұл біз үшін де шок болды. Сондықтан біз саған ештеңе айтпадық. Сьюзан өзінің жеке резиденциясында доктор Лидің алдына келгенде, бөлмеде салқын тыныштық орнады. Ол оған шошып кеткен науқастың көзімен қарамайды. Ақыры шындықты білген жәбірленушінің тесілген көзқарасымен. Дәрігер, деп бастайды ол тегіс дауыспен, бірақ суық, өткір ноталармен. Сіздің есіміңіз әлемге әйгілі болды, солай емес пе? Сіз атақты,
құрметті адамсыз, және сіз бұл беделді менің өмірімнің іргетасына айналдырдыңыз. Сіз бүкіл әлемге ұл баланы қызға айналдырып, оның өмірін сақтап қалғаныңызды айттыңыз. Сіз осы уақытқа дейін тірі болғаныңыз үшін сізге алғыс айтуым керек деп айтасыз. Ашы күлкі оның ерніне әсер етті. Бірақ айтыңызшы, дәрігер, мен сізге шындықты білетінімді айтсам, әлі де риза болуым керек пе? Сіз мұны мені құтқару үшін жасамадыңыз ба? Бірақ өз ашкөздігіңді қанағаттандыру үшін сен мені күнәға айналдырдың. Сен менің бар болмысымды атақ пен ақша үшін құрбан еттің. Доктор Лидің жүзі бозарып кетті. Көптен бері жасырылып келе жатқан құпияның көлеңкесі қайта шыға бастады. Сьюзан жақындап келеді. Оның дауысы өлім жазасына кесілген сыбырға дейін төмендейді. Шемнің денесінде тестостерон деңгейі жоғарырақ болды. Солай емес пе? Мені қызға айналдырудың қажеті ешқашан болған емес. Мен дені сау, қалыпты ер адам ретінде өмір сүре алар едім. Бірақ гормоналды түзетудің өзі сізді атақты ете алмас еді. Дегенмен, кәмелетке толмаған баланың жынысын ауыстырудың жаңашыл операциясы сізді жұлдызға айналдырды. Дәрігер шошып кеткен анық. Кәсіби емшінің маскасы тайып, дүрбелеңге түскен адамды көрсетеді. Мұны қайдан білуге болады? Ол кекештенеді. Менің операциямның алдындағы түні Сьюзан жауап береді. Ақыры оның көзіне жас келеді. Мен бәрін естідім. Мен сенің досыңның саған жалбарынғанын естідім. Ол сені өзімшіл деп атады. Ол сенің амбицияларың үшін менің өмірімді бұзбауымды өтінді. Мен жас едім. Мен абдырап қалдым. Ол кезде мен бұл сөздердің маңыздылығын түсінбейтінмін. Бірақ қазір мен оларды түсінемін. Ол мезгіл дем шығарады. Көптеген жылдар бойы алған жарақаттарының ауырлығы оның сөздерін күшейтеді. Өзімшіл болу бір бөлек, дәрігер, бірақ бейкүнә баланың бүкіл әлемін, оның есімін газет беттерінде көру үшін ғана жою керек пе? Бұл күнә. Ал мен бұл күнә үшін кек аламын. Сен мені қалай құртсаң, сенің де толығымен жойылғаныңды көрмейінше мен тынышталмаймын. Сахна түбегейлі өзгеруде. Біз Сьюзанның айна алдында тұрғанын көреміз. Ол енді жыламайды. Ол жоғары сапалы, талғампаз киім киіп, макияжын мұқият жасайды. Оның әрбір қимылы ойластырылған. Айнаға қараған әрбір көзқарас суық және есептелген. Ол енді жағдайдың құрбаны емес. Ол миссиясы бар әйел. Ол өзін қайтадан өзгертеді. Бірақ дәрігердің айтқанынан емес, соғысқа дайындалып жатқандықтан. Ол дүниеге келген кезде, бір кездері осал болған Пимнің бейнесі жоғалып кетеді. Ол қазір суықтың, есептелген жазаның жолымен келе жатқан қорқынышты Сьюзанға жол береді. Және осы салқын табандылықпен адам болу үшін туылған хикаясы аяқталады. Қош бол.